eldi meke bolgandan keyin, turg'un bolgandan keyin осы өзіміздің өлкемізде ең басты міндет тыныштық пен заңдылықты сақтау. Қазіргі жағдайда полиция жағдайы өте жақсы болып жатыр. Себебі облыс әкімінен нұрдәулет игілікұлы қаншама қаражат бөліп жағдайларымыз жақсарып жатыр. Автокөліктер беріп жатыр, ғимараттар беріп жатыр. Алғысымыз шексіз. Elimiz tыныш болсын, жан-жақтарымыз аман болсын, әрқашанда бейбітшілік болсын.